Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 1 сынып 19 сабақ. 19 сабақ 9 санының құрамы. Бірінші тапсырма. Сөздердің қалай айтылатынын тыңда. Дауысты дыбыстар және дауыссыз дыбыстарды сана. Жазуларды түсіндір. Ал балалар, суретке назар аударамыз. Ең бірінші сөз бізде балалар қандай сөз екен? Қазақстан деген сөз. Қазақстан деген сөз 9 әріптен тұрады екен. Оның 6-ы дауыссыз, 3-і дауысты екен. Яғни балалар жандағы есептерге назар саламыз. 6 қосу 3 дегеніміз балалар ол 6 дауыссыз, 3 дауыстыны көрсетіп тұр. Сонда балалар 6 қосу 3 болады тең 9. Енді қараймыз. Келесі жағында 3 қосылған 6, яғни 3 дауысты 6 дауыссыз қосындысы 9-ды береді балалар. Енді астындағы азайту амалымен шығарылғанды қараймыз. Яғни барлығы 9 дыбыс, 9 дыбыстан азайтамыз 3 дауысты дыбысты, тең болады 6, немесе 9 дыбыстан азайтамыз 6 дауыссыз дыбысты, тең болады 3 дауысты дыбыс. Енді балалар астындағыға қараймыз. Достық деген сөз бізде 6 дыбыстан тұрады. Яғни 6 дыбыстың бізде 2-і дауысты дыбыс, 4-еуі дауыссыз дыбыс. Яғни балалар 4 қосылған 2 тең болады 6. Немесе 2 қосылған 4 тең болады 6. Енді астына өзіміз шығарғанымыз бойынша 6-дан, яғни барлығы 6 дыбыс, 6 дыбыстан азайтамыз 2 дыбысты, тең болады 4. Немесе 6 азайтылған 4 тең болады 2. Келесі халық деген сөз берілген екен балалар, барлығы 5 дыбыс екен. Оның 2-еуі дауысты дыбыс, 3-еуі дауыссыз дыбыс. Яғни 3 қосылған 2 тең болады балалар, неше болады? 5 болады. Және 2 қосылған 3 тең болады 5. Енді азайту амалымен шығарамыз. Барлығы 5 дыбыс, азайтамыз 3 дауыссыз дыбысты, тең болады 2. Барлығы 5 дыбыс, азайтамыз 2 дауысты дыбысты, тең болады 3. Жарайсыңдар балалар. Сендерге түсінікті болса, келесі тапсырмаға өтеміз. Екінші тапсырма, досыңа сандардың құрамы бойынша сұрақтар қой дейді. Ал балалар, қараймыз. 7, 8, 9 сандарының құрамына назар аударамыз. Ал балалар, 7-нің құрамын қараймыз. 1 қосылған 6 бізде 7-ні береді, 2 қосылған 5, 3 қосылған 4, 4 қосылған 3, 5 қосылған 2 және 6 қосылған 1. Бұлардың барлығының қосындысы бізде 7 санын береді. Келесі 1 қосылған 7, 2 қосылған 6, 3 қосылған 5, 4 қосылған 4, 5 қосылған 3, 6 қосылған 2, 7 қосылған 1 бізде балалар 8 санының құрамына жатады. Келесі 9 санының құрамын балалар қараймыз. 1 қосылған 8, 2 қосылған 7, 3 қосылған 6, 4 қосылған 5, 5 қосылған 4, 6 қосылған 3, 7 қосылған 2, 8 қосылған 1, яғни 9 санының құрамы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар 9 саны болды. Дұрыс па балалар? Осындай екен балалар. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма. Әр суретке сәйкес сандардың қосындысы мен айырмасын таңда, оны есептеп жаз дейді балалар. Ал назар салып қарайық балалар. Біріншіде бізде неше алма бар екен? Барлығы 9 алма екен. Одан 3 алманы азайтқанда балалар 6 алма қалады. Келесі бізде балалар 6 азайтылған 3 тең болады 3. Яғни мына фигура, геометриялық фигура бұл 6 тау екен. Оның 3-ен азайтқанда 3 болады. Келесі балалар, мынандай ракетка екен. Ракетка, яғни 6 көк ракетка, 3 қызыл ракетка. 6 қосылған 3 тең болады 9. Түсінікті ма балалар? Келесі 4-ші тапсырма, 3 санын қалай қосуға және азайтуға болады? Жазуларды түсіндір дейді. 3 санын қалай қосуға және азайтуға? Балалар, міне біріншісін қараймыз. 6 қосылған 3, яғни 3-тің өзін жазып қосуға болады. Және 6 қосылған 1 қосылған 1 қосылған 1, яғни 3 саны шығу үшін бізді 1-ді 3 рет қосқан кезде болады. Яғни бұның да жауабы 9 болады. Келесі 6 қосылған 2 қосылған 1, яғни 3 санын береді. 2 қосылған 1 бізде 3 санын береді.
Енді азайтуды қалай жазуға болады? 9-дан 3-ті азайтамыз, балалар 6 болады. Және 9-дан 1-ді, және 1-ді, яғни 3 1-ді азайтқан кезімізде 6 болады. Және 9 азайтылған 2 азайтылған 1, яғни бұның да жауабы 6 болады. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Сабақ түсінікті болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.